Коронавирус инфекциясымен күресіп жатқанымызға 1 жылдан астам уақыт өтті. Қанша адамдар ауруханадан емделіп шықты. Алайда бірақ емдеуіне қонбай өлім жітімге әкелген жағдайлар да көп. Былтырғы жылы маусым шілде айларында науқастың індеттің өршуі кезінде қаншама науқастар ем жетпестен дәліздерде жатып, көп науқастар қайтыс болды. Сол науқастармен бірге бізде әрбір осы реанимация бөлімінде емдеп жатқан науқастармен бірге тіріліп, бірге өліп шығамыз. Бүгінгі таңда біздің өзінің реанимация бөлімінде 11-ден аса науқас жатыр. 11-ден аса науқастың 9-ы ИВЛ аппаратымен демалуда. ИВЛ аппаратымен демалудың өздігінен дем жетпеуде науқастарда. Жұмысымызды халық үшін жасап жатқанымен ол халық та бізді ойлап, жан-жағындағы адамдарды ойлап, үйінен шықпай, қазіргі таңда елімізге екпе келіп жатыр, екпелерін алып, ауырмайтын жолды іздейік. Мен де отбасында, қарт жасында әкем бар. Әкеммен қауышпағалы да біраз уақыт болды. Біз осы ауруханада күндеп-түндеп жұмыс жасаудамыз. Осы коронавирустың індетінен қорыққанымыздан отбасыма баруға қорқам, шынымды айтсам. Әкеме баруға, өйткені 65 жастан жоғарыдағы адамдарға қауіп. Сондықтан мен әкеме өзім жұқтырмас үшін үйге бармаймын. Жағдайымның қатты нашарлағанына байланысты үйде жатып жедел жәрдем шақырдым. Қан құсып, инфекционный больницаға түстім. Дәрігерлермен ақылдаса отырып, мен реанимация бөлімінде 21 күн жатып шықтым. Қазіргі жағдайым шүкір Аллаға жақсы. Ақ халатты абзал жандарға алғысым шексіз. Бүкіл халықты бұл аурумен ойнамауға шақырамын. Індетті ел болып жеңбесек, ол өзінен өзі жойылмайтын ауру. Біздің қонақ үйіміз бар. Соған 120 дәрігерге орын беріп тегін. Өткені дәрігерлерде үйлеріне бара алмай, семьясымен қауышамай, өткені күндіз-түні өзінің жұмыс орнында, кәдімгі майданда жүргендей болып жатқан кезде енді дәрігерлерге де сол бір шамалы болса да бір жағдай жасап, условия жасап, олардың тамағы дұрыс болсын, жататын жері дұрыс болсын. Өйткені оның бәрі бір бөлек жерде болу керек. Сондықтан біз осындай ұжым болып шешім қабылдап, осы қонақ үйімізді соған берейік деп тегін жатқыздық. Індетке қарсы күресіп, адамдарды аяққа қойып жатқан бейбіт заманның батырлары деп атар едім. Оның ішінде тек қана бұл індетті жұқтырған науқастарды емдеуде тек инфекционистер емес, басқа мамандар да бұл жұқтырған науқастарды, әртүрлі хирургиялық науқастардың, болмаса басқа да сырқаттардың пайда болуы кездесіп, яғни осы аймақта орналасқан барлық медициналық мекемелер 40-тан астам осы індетпен күресуде өз еңбектерін сіңіріп жатыр. 1 сәуірге дейін бізде жалпы індетті жұқтырған науқастар тек қана бір мекемеде облыстық инфекциялық ауруханасында емделген болса, сәуірден бастап аймағымыздағы 215 төсек орнын 770-ге дейін бүгінгі күні көбейтіп, аудан орталықтарында да инфекциялық төсек орындары өз қызметтерін атқаруда. Біз осы сақтық шараларын ары қарай күшейтуіміз керек, сақтауымыз керек және вакцинацияны қабылдауымыз керек. Сонда ғана біз осы індетті барлығымыз бірге жеңіп, жақсы күндерге жететін боламыз.